Баршаңызға сәлем. Кімдерге шай ішуге болмайды? Қаназдық ауруына шалдыққан адамдарға мүлдем шай ішуге болмайды екен. Шай әдетте қанда ерімейтіндіктен ауруды асқындырып жібереді. Бүйрегіне тас байланған адамдарға да шай ішуге болмайды. Аш қарында шай ішуге болмайды. Асқазан сұйықтығының бөлінуіне кері әсер беретіндіктен ас қорыту жүйелерінің әртүрлі ауруларына душар етеді. Тамақтың алдарында да шай ішпегеніңіз жөн. Тамақ ішіліп 20 минуттан кейін ғана рахаттанып отырып шай ішуіңізге болады. Ұйықтар алдындағы 2 сағат мөлшерінде мүлде шай ішпеңіз. Түн асқанда шай өз құрамын тез өзгертеді. Бұдан абай болған жөн. Балаларға қаны қою демделген шайды ішуге болмайды. Бұл балаларды қаназдық, темір құрамы жетіспеу секілді ауруларға душар етеді. Егер жүрек ауруыңыз болса, мүлде шай тұтынбағаныңыз жөн. Шайдағы сергіткіш кофеин жүрек ритмін тездетіп жібереді.